Арыс қалалық ардагерлер үйінде әжелер алқасының 2021 жылы атқарған жұмыстарын қорытындылау жиыны өтті. Сондай-ақ жиын барысында әдет-ғұрыптың ұйытқысы болып отырған әжелер келер жылғы жоспарымен де бөлісті. Жылдық есеп берілген жиынға ардагерлер кеңесіне қарасты әжелер алқасы мен әкелер мектебі ұйымының өкілдері қатысты. Түркістан облыстық ардагерлер кеңесі жанынан 2013 жылдың сәуір айының 12-сінде әжелер алқасы құрылған болатын. 2014 жылы тамыз айында Арыс қалалық әжелер алқасының төрайымына сайлау болып, нәтижесінде Өрікгүл Елубаева төрайымдыққа тағайындалды. Күні бүгінге дейін өз қызметін жоғары деңгейде атқарып жүрген әжелер алқасының төрайымы жылдық есепті қорытындылап баяндама оқыды. Жас ұрпақты тәрбиелеу ісінде халық даналығының қайнар көзі болып жүрген әжелер алқасына әкелер мектебінің төрағасы Иманқұл Қалиев те өз алғысын білдірді. Түрлі бағытта белсенділік танытып жүрген әжелер алқасының өкілдері ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат форумы негізінде Монтайтас, Қабылсай, Байырқұм, Шағыр, сондай-ақ мектеп ұжымдарымен бірлесіп әйел ана, қызға қырық үйден тыйым сынды көптеген іс-шаралар өткізген. 2022 жылдың жоспарында да белсенділік танытамыз деп ағынан жарылды. Бүгін Арыс қаласындағы әжелер алқасының төрайымы Елубаева Өрікгүл апайымыздың 2021 жылғы әжелер алқасының жұмысының есебін тыңдауға келдік. Қазір осы жерде 30 шақты әжелер қатысып отырмыз. Елубаева Өрікгүл апайдың баяндамасы өте жоғары деңгейде болды. Онда 2021 жылғы істелген жұмыстар өз нәтижесін берді. Көптеген сайыстар өтті мектеп арасында, және көптеген іс-шаралар өтті. Мен өз басым осы жасалған баяндамаға өте жоғары баға беремін. Және де бір айта кететін нәрсе, қала әкімі Гүлжан Мамытқызының осы ардагерлер үйін жаңағы ардагерлерге арнап ашып, өте жақсы жағдай жасап берді. Сол жағдайдың арқасында көптеген жетістіктерге жеттік. Сондықтан да келешекте де 2022 жылдың жоспарында да көптеген іс-шаралар бар. Оларға осы әжелер қауымы атсалысады деп ойлаймын. Сондықтан келешекте осы әжелерге зор денсаулық, мықты ұзақ өмір, мықты денсаулық тілеймін. Әрқашан еңбектеріне жемісті болып, ұл-қыздардың, немерелерінің қызығын көруге тілектеспін. Сондай-ақ қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі деген әжелер қашанда қандай мәселе болмасын жастардың сырын тыңдап көмегін беруге әзір екенін жеткізді. Жұмайым Абызбай, Мейіржан Ғалымжанұлы, Арт ТВ жаңалықтары.